Сәлем достар, бүгін біз семьямызбен демалып, таза ауада шашлык пісіріп жатырмыз. Қалай маринадтағанымызды жай ғана айтып өтейін. Түсірем деп видео түсіреміз деп ұмытып кетіппіз. Жас тоқтының еті. Оны әдемілеп ірі қылып өздеріңізге қалауларыңызша қарай турап аласыздар. Содан кейін пияз, 5-6 штук пияз. Содан кейін шашлыкке арналған приправа, майонез, тұз, қара бұрыш салып, 2 сутка біз маринадтап қойдық. Иісі деген керемет. Міне, пісіріп жатырмыз. Уже шашлығымыз дайын болып қалды, қыздар. Көріңіздер, қандай әдемі. Менің каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Қыздар.